Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үнемі өзім жасайтын, тексерілген, өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шығатын пирожки рецептісімен бөліскім келеді. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен пиязды ұсақтап турап, жұмсарғанша жақсылап қуырып аламыз. Содан соң картопты аршып тазалап, кішірек бөліктерге бөліп, су құйып, біраз тұз қосып пісіріп аламыз. Картопымыз піскенше қамырын илеп қоятын боламыз. Ол үшін жылы су мен сүтке 1 шай қасық тұз қосамыз, 2 ас қасық қант қосамыз, 2 ас қасық құрғақ ашытқы қосып жақсылап араластырамыз. Және де 2 ас қасық майонез немесе қаймақ қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Содан соң осы сұйықтыққа аз-аздан ұнымызды қосып отырып қамыр илейміз. Алғашында қасықтың көмегімен араластырамыз, қоюланғанда қолымызбен қамыр илейміз. Дайын қамырды 40 минуттай бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей қамырды илегенше картопым да дайын болды. Картопты судан сүзіп аламыз. Және де осы картопқа жаңа қуырылған пиязды қосамыз. Шамамен 100 граммдай сүт құямыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Содан соң езіп пюре жасаймыз. Мінекей 40 минут уақыт өтті. Қамырымыз жақсы болып көтерілген. Енді қолымызға жабыспас үшін қолымызды біраз майлап аламыз. Содан соң қамырымызды оқтаудың көмегімен орташа қылып жаямыз. Жайып алған соң кружка немесе стақанның көмегімен дөңгелек етіп кесіп аламыз. Осылай жасасаңыздар, пирожкилер біркелкі болып шығады. Енді осы дөңгелекшені біраз басып жіберіп, салмасын салып, классикалық әдіспен пирожки жасаймыз. Салмасы толық соғған болуы керек, ыстық күйінде салманы салуға болмайды, әйтпесе ортасы шикі болып қалады. Қазақ тілді каналды дамытуға үлес қосып, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетуіңіз сұраймын. Осылайша барлық қамырдан пирожки жасап аламыз. Содан соң қызып тұрған майда орташа отта 2 жағы қызарғанша қуырамыз. Отты қатты қоймаймыз, әйтпесе сырты пісіп, ортасы піспей қалады. Осылайша барлық пирожкиді орташа отта қуырып аламыз. Майын сорғыту үшін қағаз сүлгіге қоямыз. Мінекей достар, жұп-жұмсақ пирожкилер дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Мен әрдайым осы рецептпен жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.